Selam dostlar. Azmin Aray'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün men sabahımda kalay okuyman, kalay yazamın. So'ng ben ko'rsatib boraman. Sizlar videoni like bosinglar, komentar yozinglar, tirkilishni unutmanglar. Al videoni so'ngidan ko'ringlar. Al biz boshlaydigan bo'lamiz. O'sha Al men qozoq tilimda chiqardim. Bunu da çıkarayım. Apatayın sabahlayın hazır. Son bir daha sıramda oylanda. Sürmediniz. Kremsler minaydı oturmadızlar. Ya. Kazak dilin 71. ratta olduk. Yüzümü kazanayım ben. 71. ratta olduk. Mama hadi. Kuşka. Өлеңді жатқа жаз дейді. Kuşku. Дара зат есімнің астын бір сызықпен, көлдер зат есімнің астын екі сызықпен сызып. 71. жаттығу дейсің да, мынаны көшіріп жазасың. Сосын дара зат есімнің астын бір сызасың, күрделі зат есімнің астын екі рет сызасың. Бірінші көшіріп аласың. Сосын зат есімдерге сұрақ қойып анықтайсың. Назым жаттығуын уже көшіріп бастап жатыр. Назымның жазуын қараңыздар. Әдемі ма, жаман ба? Көтер жазып кетіңіз я. Сіздердің жазуларыңыз қандай? Сонда жаза кетіңіздер. Мына жерде мына бала ренжіп отыр. Назым бірінші тапсырманы орындап тастады. Енді 72. жаттығуды жазып жатыр. Соны айтып беремін. Мінекей көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз дейді. Соны айтайын ба? 1 дегеніміз білім, 2 дегеніміз елім, 3 дегеніміз түлкі. Ажық түлкі емес. 3 дегенім үкі. 4 дегеніміз түлкі. 5 дегеніміз балқа. 1 дегеніміз білім. Достармен жазуын қалай, соны дұрыс жаздым ба, дұрыс жазбадым ба, комментарий жазып кетіңіздер, я мама. Күшті екен жазуды, достар. Әдемі жазып үйреніп келе жатырмыз. Сіздер осы бетке келсеңіздер болса айтыңыздар. Мен осы бетке Ал енді ережені жаттауың керек. Апайың ертең саған зат есім дегеніміз не деген сұрақ қояды, сонда сен қалай жауап бересің? Зат есім заттың атын білдіреді. Ал енді саған сұрақ. Дара зат есім және күрделі зат есім дегенді қалай ажыратасың? Ал дара зат есім дегеніміз не? Дара зат есім дегеніміз бір сөзден тұрады. Мысалы, ән, бесік, қой. Зат есім дегеніміз жалпы деген кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Сол үшін оған көп заттар жатқызуға болады. Сумка, не деген сұрақтарға жауап береді. Ал күрделі зат есім дегеніміз не? Бесік. Күрделі зат есім дегеніміз бір немесе бірнеше сөздерден тұрады. Оған мысалдар келтір шал. Кемпір, қосақ, ата-ана. Оқушылар. Оқушылар, мектеп. Жоқ, мектеп жатпайды. Ал енді математикаң шығар. Бізде тек қазақ тілі мен математикадан тапсырма берген. Ертеңге. Одан тапсырма бермеген. Күнделік кеседі тапсырма жоқ деп тұр. Математика. Мен математиканы жеп көремін. Кім математиканы ұнатады, достар, комментарияға жазыңыздар. Кімге ұнайды, кім жақсы көрмейді. Оқуды ұнатамын, достар. Өйткені олар ішінде қызық мәселелер бар. Достар, маған да мама жайлап есептерді үйретіп жатыр. Қиын есеп қойғанмен соны шығарып тастады мен. Арай қазір 5 жаста, бұйыртса 2 айдан кейін Арай 6 жасқа толады. Сосын Арай 1-ші классқа барады. Мен сабақ орындауым отырмын. Орындауым ба қорықтым. Қорықтысың. Сен үй жұмысы деп жаза бер. 8-ге толған кезде үйренемін.
Al dostlar, men o'zim yozib 3'tüm. Meni nomer 3. Men nomer 7 deb o'ylab qoldim. Kunteligimga turgan кезде. Endi men uni o'rnadim. Endi mana ikkinchi esepte o'rnayman deb o'tirim. Men mana birinchi esepte men chiqardim. Durustpa do'stlar, qaranglar. Durust bo'lsa aytinglar. Al biz nani ko'chirib olishimiz kerakmiz. Yani sonra sosun arayı çıkaramiz. Siz turmuşun qayıqat. Nazım matematikasını o'rnab жатыр dostlar. Matematika yaxshi ko'radi, komentar yozinglar. Kim matematika yaxshi ko'rmaydi, komentar yozinglar. Men bo'lsam matematika yaxshi ko'rmayman. Al dostlar matematikasını ayaktaydı, bärini çıkardı. Qaranglar. Qancha chiqardim. Endi sev matematikani buljik ko'rib. Ya, jip ko'rsam men qancha chiqaram, so'l uchun jip. Ya, kishtikin. Osman biz videomizni аяқтаймыз. Bizning шағын ғана blogumuz sabaq dayындау деген. Sabaq қалай дайындау барысы. Соны sizге шағын түсіргіміз келді сіздерге. Лайк басыңыздар, шу десеңіз. Біздің 100 подписчикке жала қалды, ямма. Ой, 100 мыңға әлі көп бар ғой бізге. Ал, всем пока, достар. Пока. Комментарияңыздар, тіркелу ұмытпаңыздар. Келесі видеоға келгенше сау болыңыздар.